Ана жүрегінің күші. Сол күні Малика дастархан жайып үйіне құрбыларын шақырды. Шайды қойып, тәтті дәмдісін тізіп, бәрін қарсы алды. Әңгіме қызып, күлкіге толып отырды. Бір кезде ол: «Қыздар, көршіміз Самалды да шақырайық. Жалғыз отырған сияқты еді. Бізбен бірге болғаны жақсы ғой», деді. Көп өтпей Самал да кіріп келді. Үстіне қарапайым ғана көйлек киіп алған. Жүзі жылы. Ол сәлем беріп, дастарханға отырды. Алғашқында бәрі жайдарлы көрінді. Бірақ үстелде отырған екі әйелдің сыбырлап, жымыңдап отырғаны Самалдың назарынан тыс қалмады. «Әй, ана Самалды қараш, өзінше сызылып жүретін сияқты. Ал шындығында күйеусіз бала тауып алған ғой», деді бірі, бетіне қолын тосып. Қызы да сондай, бір түрлі, тым ұялшақ, адамға қарамайды. Шешесіне тартқан сорлы ғой, деді екіншісі жымыңдап күліп. Бұл сөздер Самалдың жүрегіне қанжардай қадалды. Ол кесені қолына алды, бірақ қолы дірілдеп тұрғанын сезді. Ішкі дауыс айқайлап тұрды: «Неге менің қызымды жамандап отыр? Ол менің өмірімнің жалғасы. Менің қызыма сөз тигізуші болмаңдар». Бірақ Самал өзін-өзі тоқтатты. «Дастархан шырқын бұзбайын. Әркімнің әңгімесі бар шығар. Шыда, Самал, шыда», деді іштей. Ол сыр бермей жымиып отырды, бірақ жүрегінде дауыл ұйтқып тұрды. Қонақтар біртіндеп тарқасты. Барлығы үйіне қайтқанда Самал сыртқа шықты. Көршінің қақпасының алдында әлгі екі келіншек тағы да күліп, әңгімелесіп тұр екен. Самал бір сәт тоқтап, оларға тік қарады. «Әй, сендер!» деді қатты дауыспен. Екеуі жалт қарады. «Не болды, Самал?» деді бірі. Самал бір қадам алға басты. «Дастархан басында мені мазақ қылдыңдар. Оған да шыдадым. Бірақ қызыма тіл тигізбеңдер. Ана үшін ең ауыр нәрсе баласын қорлау. Сендер оны білесіңдер ме өзі?» Әйелдер сасып қалды. «Ой, Самал, қалжың ғой, біз онша ойлаған жоқпыз ғой», деді екіншісі. Самалдың көзіне жас толды, бірақ дауысы нық шықты. «Қалжың? Анаға жасалған қалжың болмайды. Қызымның ұялшақтығы, әлсіздігі емес, жүрегінің тазалығы. Сендер мазақ қылған сайын менің намысым күшейе береді». Осыны айтқан сәтте ашуын тежей алмады. Екеуінің шашын ұстап жұлқылап қалды. Бір уыс шаш қолында қалды. Қолындағы жұлып алған шашты көрсетіп тұрып, Самал қатты дауыспен: «Мынаны көрдіңдер ме? Бұл менің ашуымның белгісі. Әр ана баласы үшін бәріне барады. Қызымды ешкімге қорлатпаймын. Ана жүрегі ешқашан сынбайтын қамал», деді. Самалдың көзіндегі отты көрген екі әйел шошып кетті. Жүзіндегі күлкісі қашып кетті. Бір-біріне жалтақтап қарады да қорыққаннан артына қарамай қаша жөнелді. Олардың жүрегін үрей биледі. Өйткені олар алғашқы рет өз сөздерінің салмағын сезінді. Өсек пен мазақтың түбі жақсылыққа апармайтынын түсінді. Самал болса арқасын тік ұстап қақпаның алдында тұрды. Жанарынан жас тамшылап еді. Бірақ бұл әлсіздіктің емес, аналық намыстың жасы болатын. «Міне, енді оғыңдар, өсек адамның абыройынан айырады. Ал ана жүрегін жаралғандар түбінде өздері ұтылады», деді іштей. Осы сәттен бастап ол екі әйел де Самал туралы да, оның қызы туралы да ешқашан сөз қозғамады. Бұл оқиға олар үшін үлкен сабақ болды. Самалдың қолында шашты көрсетіп тұрып: «Мынаны көрдіңдер ме? Бұл менің ашуымның белгісі. Әр ана баласы үшін бәріне барады. Отқа да, суға да түседі. Сендер сауапсыздар. Қызымды ешкімге қорлатпаймын», деген сөзі құлақтарында біраз уақытқа дейін қалды. Өсек жеңіл көрінгенімен
арты өкінішке апарады. Өсек пен күлкі әлсіздіктердің белгісі, ал ана жүрегі қайсар, мықты. Баласына тиген әрбір сөз ананың жүрегіне тиген найза. Бірақ ананың күші бәрінен биік. Әңгіменің соңына дейін тыңдасаңыздар, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Лайк басып, арнама тіркеліңіздер. Төмендегі подписаться батырмасын басып, маған қолдау көрсетіп кетсеңіздер, риза болар едім. Сіздермен бірге болған жанға жылу арнасы, кездескенше сау саламатта болыңыздар.